Петрдің бірінші хаты, бірінші бап. Иса Масихтың елшісі Петрден Понт, Галатия, Каппадокия, Азия һәм Битиния өлкелеріне тарқалып кеткен, сол өлкелерде жат жерлі болып жасаған, Құдай тарапынан таңлап алынғанларға сәлем. Иса Масихқа бойсынып, оның қаны үстілеріңізге себіліп тазалануыңыз үшін Құдай әке сіздерді әзелден ақ таңлап алды, һәм мұқаддес рух сіздерді мұқаддес қылды. Сіздерге мейірім һәм тынышлық мол-мол етіп берілсін. Иеміз Иса Масихтың әкесі Құдайға алғыслар болсын. Себебі ол өзінің шексіз мейірім шәпәті менен біздерді жаңадан туылдырды. Сондықтан Иса Масихтың өлімнен тірілуі арқалы біздерге жоғалмайтұғын үміт берді. Һәм шірмейтұғын, пәк һәм ескірмейтұғын бір мирасқа ерістірді. Осы мирас сіздер үшін аспанда сақлаулы тұр. Заманның ақырында аян болуға таяр тұрған құтқарылуға ерісуіңіз үшін сіздер сеніміңіз арқалы Құдайдың құдіреті менен қорғалмақтасыз. Осы себеплі қуанып, шадланыңлар. Хәзір қысқа бір уақыт әр түрлі сынауларға ұшырағаныңызда азап шегуге тура келсе де, бұл сеніміңіздің таза болуы үшін пайдалы. Өйткені от пенен тазаланғанда жоқ болып кететұғын алтыннан қымбатлырақ болған сеніміңіз сынаудан өтіп, сіздер Иса Масих келгенде мақтау, даңқ һәм құрметке сазуар боласызлар. Сіздер Масихты көрмеген болсаңыз да, оны сүйесізлер. Хәзір оны көре алмасаңыз да, оған сеніп, сөзбенен айтып жеткізуге қиын болған бір әжайып һәм ұлы қуанышпенен шадланбақтасызлар. Себебі сеніміңіздің нәтижесіне, яғни жанларыңыздың құтқарылуына ерсесізлер. Сіздерге берілетұғын мейірім хақында пайғамбаршылық етіп айтқан пайғамбарлар бұл құтқарылу туралы мұқиятлап ізленіп зертледі. Олардың ішінде болған Масихтың рухы, Масихтың шегетұғын азаплары, һәм сол азаплардан соң келетұғын ұлылық хақында алдын ала білдіргенде, олар бұлардың қай уақытта һәм қалай болатұғынын зертледі. Олардың зертлеп айтқанларының өзлерінің заманында емес, ал сіздердің заманыңызда болатұғынын Құдай оларға ашық білдірді. Бұларды, яғни хош хабарды аспаннан жіберілген мұқаддес рухтың құдіретіменен жариялаушылар сіздерге хәзір жариялады. Хәтте, періштелер де бұларды білуді қатты қалейді. Солай етіп, ақыл ойыңызды іс-әрекетке таярлап, сергек болыңлар. Иса Масих келгенде сіздерге берілетұғын мейірімнен толық үміт етіңлер. Тіл алғыш балалар сияқлы болып, Құдайды білмеген өткен өміріңіздегі жаман қалеулеріңіз бойынша жасамаңлар. Керісінше, сіздерді шақырған Құдай мұқаддес болғаны сияқлы, сіздерде әрбір іс-әрекетіңізде мұқаддес болыңлар. Өйткені былай деп жазылған: Мұқаддес болыңлар, себебі мен мұқаддеспен. Ешкімнің бет жүзіне қарамай, әрбір адамды іслеріне қарай хүкім ететұғын Құдайды әке деп шақыратұғын болсаңыз, жат жерлі болып жасайтұғын бұл дүниядағы өміріңізде Құдайдан қорқып жасаңлар. Хабарыңыз бар, ата-бабаларыңыздан қалған пайдасыз өмір тәрзінен, күміс, ямаса алтын сияқлы өткінші нәрселерменен сатып алынбадыңлар. Ал Құдайдың мінсіз һәм кемшіліксіз қозысы болған Масихтың бейбақа қаны менен сатып алынып құтқарылдыңлар. Құдай дүнияны жаратпастан бұрын осы мақсатпенен Масихты таңлап алып, оны бұл ақырғы күнлерде сіздер үшін жіберді. Оны өлімнен тірілтіп, даңққа ерістірген Құдайға ол арқалы сенесіз. Сол себеплі сеніміңіз һәм үмітіңіз Құдайға қаратылған. Хақиқатқа бойсыну арқалы өз жанларыңызды күнәдан тазалағанлықтан туысқанларыңызды туысқанлық сүйіспеншілікпенен сүйесізлер. Солай етіп, бір-біріңізді шын жүректен сүйіңлер. Сізлер өлетұғын нәсіл арқалы емес, ал өлмейтұғын нәсіл арқалы, яғни Құдайдың тірі һәм мәңгілік сөз арқалы жаңадан туылдыңыз. Өйткені Бүткіл адамзат шөпке ұқсайды. Оның барлық сән салтанаты да дала гүліндей. Шөп қурап қалар, гүллер төгілер, бірақ Құдайдың сөзі мәңгі сақланар. Осы сөз сіздерге жарияланған хош хабар. Петрдің бірінші хаты, 2 бап. Сондықтан әрқандай жаманлықты, әрқилы өтірікті,
һәм екі жүзлілікті, күншілікті, һәм һәр қандай өсекті қойыңлар. Жаңа туылған нәрестелердің ана сүтіне құштар болғанындай, сізлер де рухи таза сүт болған Құдайдың сөзіне құштар болыңлар. Сонда азық алып өсіп, құтқарыласызлар. Себебі сізлер иеміздің жақсылығын татып көрдіңлер. Адамлар керексіз деп таслаған, бірақ Құдай тарапынан таңланған бейбақа тірі тасқа, иеміз Исаға келіңдер. Сізлер де тірі таслар сияқтысызлар. Сондықтан Құдай сізлерді рухи ибадатхана салуда қолланып, Иса Масих арқалы өзіне ұнайтығын рухи құрбанлық беруіңіз үшін мұқаддес руханилер қылып атыр. Өйткені мұқаддес жазуда былай делінген: Міне, мен өзім таңлаған бейбақа бір тасты, мүйішке қойылатығын тикарғы тасты Иерусалимде орнатаман. Оған сенген адам ешқашан ұятқа қалмайды. Сенетұғын сізлер үшін бұл тас қымбатлы, ал сенбейтұғынлар үшін ол құрылысшылар керексіз деп таслаған тас үйдің мүйешінің тикарғы тасы болды. және де Сүрніктіретұғын һәм құлататұғын жартас болды. сенбейтұғынлар Құдайдың сөзін тыңламағаны үшін сүрнігеді. Бұл олардың тағдыріне жазылған. Бірақ сізлер Құдай тарапынан таңланған адамлар, патшаның руханилері, мұқаддес миллет һәм Құдайға тиесілі халықсыз. Сізлер өздеріңізді қараңғылықтан өзінің әжайып нұрына шақырған Құдайдың таң қаларлық істерін жариялау үшін таңландыңлар. Бір уақытлары Құдайдың халқы емес едіңлер. Бірақ енді Құдайдың халқысыз. Бір уақытлары Құдайдың мейірім шәпәтін білмеген едіңлер. Енді болса, оның мейірім шәпәтін алдыңлар. Сүйіклі туысқанларым, бұл дүнияда жат жерлі һәм қонақ болған сіздерге жалбарынаман. Жаныңызға әрқашан қарсы тұратұғын дененің жаман қалеулерінен қашыңлар. Сенбейтұғынлар арасында хадал өмір сүріңлер. Олар сіздерді жаманлық істеушілер деп айыпласа да, жақсы істеріңізді көріп, Құдай келетұғын күні оны алғыслайды. Иеміз Иса үшін адамлар орнатқан әр қандай хәкімшілікке бойсыныңлар. Жоғары билікке ие патшаға һәм жаманлық істеушілерді жазалау, жақсылық істеушілерді қошаметлеу үшін патша тарапынан жіберілген хәкімлерге бойсыныңлар. Себебі Құдай сіздердің жақсы істеріңіз арқалы ақылсыз адамлардың өсек сөздерінің тоқтауын қалайды. Ал сіздер азат адамларсыз. Бірақ азатлығыңызды жаманлық істеу үшін пайдаланбай, Құдайдың құллары болып жасаңлар. Әмме адамларға құрмет көрсетіңлер. Сенуші туысқанларыңызды сүйіңлер. Құдайдан қорқыңлар. Патшаны сыйлаңлар. Хей құллар, қожайынларыңызға бойсыныңлар. Олардың тек жақсы һәм мейірімділерін ғана емес, ал қаталларын да толық құрмет етіп бойсыныңлар. Егер кім нахақ азап шеккенде Құдайды ойлап, азапларға шыдаса, бұл Құдайға ұнайды. Егер күнә істегеніңіз үшін таяқ жегеніңізде шыдасаңыз, бұл сіздерге абырой әперер ме екен? Бірақ жақсылық ішлей тұра азап шеккеніңізде шыдасаңыз, бұл Құдайға ұнайды. Өйткені Құдай сіздерді осы үшін шақырды. Масихтың өзі сіздер үшін азап шегіп, оның ізінен жүруіңіз үшін өрнек көрсетті. Ол күнә істемеді, аузынан еш жалған сөз де шықпады. Масқарланғанда ешкімге масқарлау менен жауап қайтармады. Ол азап шеккенде де ешкімді қорқытпады. Ал өзін әділдікпенен хүкім етуші Құдайдың қолына тапсырды. Біздердің күнә үшін өліп, хақ болып жасауымыз үшін ол күнәларымызды атанақ ағашта өз денесіне жүкледі. Оның жарақатлары арқалы шипа таптыңыз. Бұрын адасқан қойлар сияқты едіңіз. Енді болса, жанларыңыздың шопанына һәм бағушысына қайтып келдіңлер. Петрдің бірінші хаты, 3 бап. Хей хаяллар, Масих Құдайға бойсынғандай, сіздер де күйеулеріңізге бойсыныңлар. Сонда олардың кейбіреулері Құдайдың сөзіне құлақ аспаса да, сіздердің Құдайдан қорқып, пәк өмір сүріп атырғаныңызды көріп, сөзлеріңіз арқалы емес, ал сіз хаяллардың үлгілі өміріңіз арқалы қолға кіргізіліп сенуші болады.
сұлулығыңыз тек сыртқы безенулерден, әшекейленген шашлар, тағылған алтынлар һәм сәнлі киімлерден ғана ібарат болмасын. Ал сұлулығыңыз сырлы болған ішкі дүнияңыздан, яғни жұмсақ һәм тыныш болған жоғалмайтұғын рухи көзаллықтан ібарат болсын. Бұл Құдай алдында жүдә қымбатлы. Өтміште Құдайдан үміт еткен мұқаддес хаяллар да өз күйеулеріне бойсынып, ұсылай безенген. Солардың бірі Сара да өз күйеуі Ибраимды қожайыным деп атап, оған бойсынды. Егер сізлер де жақсылық іслеп, ешқандай қорқынышқа берілмесеңіз, Сараның қызлары боласызлар. Хей күйеулер, сол сияқлы сізлер де хаялларыңызды жақсы түсініп жасаңлар. Олардың нәзік екенін һәм мәңгілік өмірді сізлерменен бірге мирас етіп алатұғынын біліп, оларды хүрмет етіңдер. Солай етсеңіз, дуа еткеніңізде тосқынлық болмайды. Жұмақластырып айтқанда, һәммеңіз бір ниетпенен бірлесіңдер. Басқалардың қуаныш һәм қайғысын бөлісіңдер. Бір-біріңізді туысқанларша сүйіңдер. Қайырқоң һәм кішіпейіл болыңлар. Жаманлыққа жаманлық, қарғысқа қарғыспенен жауап қайтармаңлар. Керісінше, жақсылықпенен жауап қайтарыңлар. Себебі Құдай сіздерді бұл үшін шақырған. Кімде-кім өмірді сүйіп, жақсы күндер келуін қалесе, тілін жаман сөзден, аузын өтірік сөз айтудан тыйсын. Жаманлықтан қашып, жақсылық істесін. Тынышлық іздеп, оны орнатуға ұмтылсын. Өйткені Құдайдың көздері хақ адамларда. Оның құлағы олардың жалбарынуларын естеді. Бірақ Құдай жаманлық істейтұғынларға қарсы тұрады. Жақсылық істеуге ынталы болсаңыз, кім сіздерге жаманлық істейді? Хақ істеріңіз үшін азап шегіп атырған болсаңыз, сіздер бақытлысызлар. Адамлардың қорқытқанынан қорықпаңлар һәм қауетерленбеңлер. Масихты иеміз деп, күйеулеріңізде айрықша қастерлеңлер. Сізлердегі үміт хақында сораған әрбір адамға жауап беруге һәмме уақыт таяр болыңлар. Дегенменен, бұны мүләйімлікпенен хүрмет көрсетіп іслеңлер. Масихқа тиесілі болған сіздердің жақсы жүріс-тұрысыңызды жаманлап, мазақ ететұғынлар ұялып қалуы үшін құжданыңызды таза тұтыңлар. Жақсылық етіп, азап шегу Құдайдың қалеуі болса, бұл жаманлық істеп, азап шегуден жақсырақ. Масихтың өзі де хақ бола тұра, нахақлар үшін азап шекті. Ол біздерді Құдайға алып келу үшін, күналарымыз үшін бір мәртебе құрбан болды. Денесі өлтірілсе де, ол рухта тірілді. Ол хәтте қамақта болған рухларға да барып, өз жеңісін жариялады. Айемгі уақытлары Нухтың заманында кеме соғылғанда, Құдай адамлардың тәубе етуін сабырлықпенен күтсе де, олар оған бойсынбаған еді. Сол кемеге аз ғана адам, яғни 8 адам мініп, судан құтқарылды. Бұл Иса Масихтың қайта тірілуі арқалы, әзір сіздерді құтқаратұғын суға шомылдырылудың тымсалы. Суға шомылдырылу денені кірден тазалау емес, ал Құдайдан пәк құждан сұрау дегенді білдіреді. Масих аспанға көтеріліп, Құдайдың оң жағында отыр. Оған періштелер, аспандағы билеушілер һәм күш иелері бойсынды. Петрдің 1 хаты, 4 бап. Солай етіп, Масих денесіменен азап шекті. Сізлер де Масихта болған ойларменен өзлеріңізді азап шегуге таярлаңлар. Себебі денесі азап шегіп атырған адам күнә істеуді тоқтатады. Бұннан былай, дүниядағы өміріңіздің қалған бөлегінде адамның жаман қалеулері бойынша емес, ал Құдайдың еркі бойынша жасаңлар. Сізлердің өткен өміріңізде сенбейтұғын адамларға жағатұғын әдетлерді істеп жасағаныңыз жетер. Сол уақытлар сізлер бұзықшылыққа, жаман қалеулерге, маскүнемлікке, айшы-әшіретке, нәпс қаулыққа һәм жеркеншілі бұтпаразлыққа беріліп өмір сүрген едіңлер. Енді болса, сенбейтұғынлар сізлердің оларменен бірлікте ұсындай нәпс құмарлықта қатынаспағаныңыз себеплі хайран болып, сізлерді мазақ етіп атыр. Бірақ олар бұның үшін тірілерменен өлілерді хүкім етуге таяр тұрған Құдай алдында жауап береді. Сол себеплі өлілердің денесі басқалар қатары өліп жазаланса да, рухы Құдай сияқлы жасауы үшін
хош хабар өлілерге де жарияланды. Һәмме нәрсенің ақыры жақын. Сондықтан дуа ету үшін ақыл менен іс тұтып, сергек болыңлар. Ең басылысы, бір-біріңізді шын жүректен сүйіңлер. Өйткені сүйіспеншілік көп күнәларды жуады. Наразылық білдірмей, бір-біріңізге меймандос болыңлар. Әр біріңіз жақсы қызметші сыпатында Құдайдың сіздерге мейірімділікпенен берген әр түрлі рухи сыйларын қолдана отырып, бір-біріңізге қызмет етіңлер. Адамлар алдында сөйлеген адам Құдайдың сөзіне сай сөйлесін. Басқаларға қызмет ететін адам Құдайдың берген күшіменен қызмет етсін. Осылайынша, Иса Масих арқылы Құдай әрбір істе алғыслансын. Ұлылық һәм құдірет мәңгіге Масихтікі. Аумин. Сүйіклі туысқанларым, сізлерді сынау үшін келетұғын ауыр азапты таң қаларлық нәрсе деп хайран болмаңлар. Керісінше, Масихтің азапларына шерік болғаныңызға қуаныңлар. Солай етіп, Масих салтанатпенен келгенде қуанып шадланасызлар. Масихтің аты үшін масқараланып атырған болсаңыз, сізлер бақытлысызлар. Себебі Құдайдың ұлылы рухы үстіңізде болады. Және ешбіріңіз адам өлтіруші, ұры, жаманлық істеуші, ямаса басқалардың жұмысына араласып, кесент беретұғын болып азап шекпесін. Бірақ сізлер Масихи болғаныңыз үшін азап шегіп атырған болсаңыз, ұялмаңлар. Ал бұл атпенен аталатығыныңыз үшін Құдайда алғыслаңлар. Өйткені хүкім шығарылатығын уақыт жетіп келді. Хүкім шығаруды Құдай өз шаңырағынан баслайды. Егер бұл Құдайдың шаңырағы болған біздерден басланса, Құдайдың хош хабарына құлақ аспайтығынлардың ақыры қандай болады? Егер хақ адам зорға құтқарылса, Құдайсыз һәм күнәккар адамға не болады? Сондықтан Құдайдың еркіне бойсынып, азап шеккенлер жақсылық іслеп, жанларын сенімлі жаратқанға тапсырсын. Петрдің бірінші хаты, 5 бап. Араңыздағы жәмәт ақсақалларына, олардай жәмәт ақсақалы болған мен, Масихтің шеккен азапларының гуасы, һәм ол қайтып келгенде ашық көрінетұғын салтанатының шеріклесі сыпатында мыналарды өтініш етемен. Құдайдың сізлерге тапсырған сүруін мәжбүри түрде емес, ал шын кеуілден, Құдайдың еркіне сай қылып бағыңлар. Бұны ақша үшін пайда күнемлікпенен емес, ал өз қалеуіңізбенен іслеңлер. Өзлеріңізге тапсырылған адамларға үстемлік етпей, сүруге үлгі болыңлар. Солай етсеңіз, бас шопан келгенде мәңгі ұлылықтың тажын аласызлар. Хей жастар, сол сияқлы сізлер де ақсақалларға бойсыныңлар. Һәммеңіз бір-біріңізбенен кішіпейіл қатынаста болыңлар. Себебі Құдай менмелерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілерге өз мейірімін береді. сондықтан өзлеріңізді Құдайдың құдіретлі қолы астында пәс тұтыңлар. Сонда белгіленген уақыт келгенде ол сіздерді мәртебелі етеді. Барлық ғам тәшвиштеріңізді оған тапсырыңлар. Өйткені ол сіздерге ғамқорлық қылады. Сақ һәм сергек болыңлар. Дұшпаныңыз шайтан кімді жұтсам екен деп, ақырған арсландай болып кезіп жүр. Сенімде беккен болып, шайтанға қарсы тұрыңлар. Себебі дүнияның басқа жерлеріндегі туысқанларыңыздың бірдей азап шегіп атырғанынан хабарыңыз бар. Бүткіл мейірімнің текары болған Құдай сізлерді Иса Масих арқылы өзінің мәңгілік салтанатына шақырды. Қысқа уақыт азап шеккеніңізден соң, ол сіздерді өзі жетілістіреді, беккемлейді, күш қуат береді, һәм тиянақлы қылады. Құдірет мәңгіге оныкі болсын. Аумин. Мен сізлерге осы қысқаша хатымды өзім сенімлі туысқаным деп есаплайтығын силаға жаздырып атырман. Сізлерді жігерлендіріп, бұл хатта айтқанларымның Құдайдың хақиқи мейірімі екені хақында куалық беремен. Осы мейірімменен беккем тұрыңлар. Сізлер менен бірге таңланған Бабилондағы сенушілер жәмәті һәм тұтынған ұлым Марк сізлерге сәлем айтып атыр. Бір-біріңізді сүйіспеншілікпенен сүйіп, сәлемлесіңлер. Масихқа тиесілі болған сіздердің һәммеңізге тынышлық яр болсын.